Ол кезде мен ақырғы курс студентімін. Жүріп жүрген қызым 11-ші сынып бітіретін жыл еді. Қалада оқуда жүргенде ажар жынданып кетіпті деген суық хабарды ести сала, сол күні кешкілік ауылға аттанып кеттім. Бір жағынан сенбедім. Аяқ асты сап-сау қызға не болып қалуы мүмкін? Сол күні мен ауылға түнделетіп келдім. Ертесі сүйген қызым Ажарды көруге асықтым. Ажар өте сұлу, ата-анасының жалғыз ерке қыздар еді. Мен Ажардың үйіне келгенде, анасы мені көріп жылап жіберді. Ақмарал тәте, Ажар қайда? Оған не болды? Деп мән-жайды сұрадым. Ажар бір айдың көлемінде өзгеріп кеткенін, сандырақтап бір нәрселерді айтып күлетінін, өзінен өзі біреумен сөйлесіп отыратынын айтты. Түннің кезінде